Сәлем құрметті оқырман, бүгін біз сіздерменен пончики дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдыменен сүт құйып аламыз. Сүтіміздің үстіне шым-шым тұз салып, дрожжи салатын боламыз. Ашытқымызды жақсылап араластырып алып, үстінен суы майды құятын боламыз өз мөлшерінде. Одан кейін бір-бір талдап жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін қасықпенен қант салатын боламыз. Осы бәрін жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Осы рецептпенен дайындап көрсеңіздер, пончиктарыңыз өте дәмді, керемет болып шығатынына 100% сіздерге кепілдік беремін. Каналым ұнап жататын болса, подписация бөлімін басып, колокольчикті басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Ары қарай ұнымызды салып, жақсылап керегінше жақсылап тұрып нан илейтін боламыз. Нанымызды илегеннен кейін қолымызбен тексереміз. Нанымыз ешқандай қолға жабыспайтын, өте керемет, жұмсақ болып шығады. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоясыздар. Міне нанымыз дайын болды. Енді осы нанымызды жақсылап тұрып жайып алатын боламыз. Жаймамыз 5-8 мм болу керек қалыңдығы. Осылайынша толықтай жайып алғаннан кейін өздеріңізге ыңғайлы домалақ ыдысты алып өстіп кессеңіздер болады, немесе арнайы формамен кессеңіздер болады. Мен ортасын осындай торт жасайтын насаткамен тесіп шықтым. Осылайынша домалақ қып ортасын тесіп, пончикиларды бір-бірлеп дайындап, жылы жерге қайтадан тізіп, бетін жауып 40 минутқа қойып қоясыздар, жақсылап көтерілгенше. Енді міне орташа мөлшерде қызып тұрған майымызға бір-бірлеп пончикиімізді салып қуырып алатын боламыз. Өз қалауларыңызша қызартасыздар. Мен қатты қызартпадым, себебі қазір шоколадты начинка жасайтын боламын сыртына. Өстіп толықтай піскенше айналдырып қуырып алатын болады. Міне пончикиларымыз дайын, өте керемет, өте дәмді, өте мол шығады. Енді осы су банясында шоколадпенен 33%-лық сливки екеусін ерітіп алып, шоколадты пончик жасасаңыздар болады. Бірақ ол міндетті емес. Мен осылай шоколадқа малып, өстіп пончикиларымызды мұздатқышта жарты сағат қойып қатырып алдым. Дәмі енді өте керемет. Балалар жарты сағаттақ шайменен жеп қойды. Өте дәмді, өте жұмсақ, аралары толық піскен. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.